Баршаңызға сәлем, Айжанның асханасына қош келдіңіз. Бүгін дәл осындай пельмен дайындайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Алдымен өткізілген етімізге пияз, қарабұрыш, тұз саламыз да жақсылап араластырып аламыз. Қазанымызға күнбағыс майын құямыз да пиязды сарғайған жоқ қуырып аламыз. Оның үстіне помидор, болғар бұрышын қосамыз да жақсылап араластырамыз. Үстіне тұз саламыз да жақсылап тағы да бір араластырамыз. Мұздай су құямыз. Енді қайнағанша күтеміз. Картоплын саламыз. Дайын қамырымызды жайып аламыз. Дөңгелек пішінде кесеміз. Бүгілген пельмендерімізді қайнап тұрған сорпамызға саламыз. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз.